Достар, менен көпшілігі сұрайды. Нұрлан, сен қалай анимация, мультик жасайсың деп. Я білем, достар, сіздер бұл сұрақты көптен бері қойып жүрсіздер. Және алдағы уақытта көп қоясыздар деп ойлаймын. Сол себепті қайта-қайта сіздерге жауап бермеу үшін осындай блог түрде сіздерге мен анимация қалай жасайтынын бүгін түсіндіретін боламын. Ал кеттік. Достар, сіздерге анимацияны қалай жасауын айтпай тұрып, сіздерге Мистер Самгар деген арнаны ұсынғым келіп отыр. Бұл жігіттің арнасынан сіздер неше түрлі ойындардан видео көре аласыздар. Мысалы, бұлар Brawl Stars, Free Fire және тағы да басқалары. Сонымен қатар челлендждер де бар. Короче, егер сізге осындай контент қызық болса, описанияда осы каналдың сілтемесі болады. Тіркелейік және қолдап кетейік. Анимация жасау үшін не керек деп сұрап отырған боларсыздар. Әрине, ең бірінші керек зат ол компьютер немесе ноутбук. Мен өзім мысалы анимация жасау үшін осындай ноутбукты қолданамын. Негізі анимация жасау үшін аса мықты компьютерде керек емес. Ең бастысы компьютер керекті программаларды көтерсе болды. Екінші керек зат бұл әрине программа. Мен өзім анимация жасау үшін Adobe Animate CC 2018 дейтін программаны қолданамын. Бұл программада бәрі өте оңай және мен үшін ол өте ыңғайлы. Ал енді достар, сіздер қазір анимацияны қалай программада жасалынатынын көретін боласыздар. Достар, сіздер программаны ашқаннан кейін сіздерге осындай экран шығады. Бұл экранда сіздердің анимацияңыздың разрешениесін сұрайды. Яғни сіздер қандай разрешениеде жасайсыздар анимацияңызды. Мысалы, мен өз бастым 1920-да 1080 разрешениесінде жасаймын. Бұл яғни Full HD разрешениесі, бұл өте сапалы качество. Бірақ егер сіздерге одан да күшті качество керек болса, сіздер 4К разрешениесінде сурет салсаңыздар болады. Бірақ шын айтайын, достар, олардың қандай қатты айырмашылығы жоқ. Сол себепті Full HD-де жарайды бізге. Full HD таңдаймыз да создать дейтін кнопканы басамыз. Енді проектті ашқаннан кейін бізге осындай ақбет шығады. Бұл ақбетте біз бүкіл суреттерімізді салатын боламыз. Және де бұл ақбеттің астында осындай таймлайн дейтін шкала бар. Бұл шкалада біз дейтін өзіміздің анимациямыздың кадрларын жасайтын боламыз. Ал бұл жерде достар инструменттер орналасқан. Бұл жерде біздің бүкіл инструменттеріміз бар. Мысалы, қараңыздар, міне осындай инструмент арқылы біз дейтін суреттер сала аламыз. Давайте, достар, енді сіздерге көп сөйлемей қазір бір шағын анимация жасап көретін боламын, және де сіздерге жасап отқан кезде бәрін түсіндіретін боламын. Ал кеттік. Айтпақшы, мен анимация жасау үшін осындай графический планшетті қолданамын. Бұл графический планшеттің бір жақсысы ол кішкентай, компактный және оны әрбір жерге алып кетуге болады. Бірақ егер де сіздерде графический планшет болмаса, сіздер мышка арқылы салуларыңызға болады. Иә, достар, мышкамен салған бұл өте қиын. Сіздерге графический планшетті ұсынамын. Ал егер де сіздерде графический планшетке ақша болмаса, сіздер мышка арқылы тоже анимация жасай аласыздар. Бірақ сіздер покадровый анимация емес, сіздер жай қозғалтатын анимацияларды жасай аласыздар. Немесе сіздер 3D программаларда жұмыс жасай аласыздар. Мысалы, Cinema 4D программасында сіздер 3D анимациялар жасауыңызға болады. Оған ешқандай графический планшеттің керегі жоқ. Жай тек осы мышкамен де анимациялар, керемет анимациялар жасауға болады. Ал енді біз өзіміздің анимациямызға кеттік. Давайте, достар, біз шағын бір ондай керемет емес анимация жасайық. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге мұндай инструмент керек. Кист дейтін, соны таңдаймыз. Және бізге енді бұл кистіміздің, қараңыздар, біздің кистіміз өте андай толық. Оны давайте кішірейтейік. Оны кішірейту үшін біз мына инструменттерге кіреміз де. Так, мына жерде размер дейтін бар. Размерді құттай түсіреміз. Так, 9-ға қоям, 9 жақсы сияқты. Так, давайте бастайық, достар, суретімізді яғни көзден бастасақ болады осылай. Так, көзді саламыз осылай. Негізі, достар, енді суретті енді әркім әртүрлі салады. Мен қазір қатты тырысып жатқан жоқпын, барынша тез салуға тырысып жатырмын. Мысалы, достар, сіздер сурет саласыздар, қателік жібересіздер, да, мысалы, сосын қайтадан орнына келтіргіңіз келеді. Сол кезде, достар, Ctrl-Z деген кнопканы басасыздар, сол кезде қараңыздар. Опа, кетіп қалды, көрдіңіздер, мұрын қайтадан кетіп қалды. Міне, қайтадан дұрыстап салуға. Мысалы, мұрныңызда қате кетіп қалды ма? Опа, алып тастайсыз, қайтадан саласыз. Опа, алып тастайсыз, қайтадан саласыз. Көрдіңіздер, достар, бәрі өте оңай. Так, енді білмеймін, өзіміз персонажым кішкене енді онда керім қылып салып жатқан жоқпын, достар. Мен сіздерге тек мақсатым бұл программаның қалай анимация жасайтынын түсіндіру. Міне өзіміздің персонажымыз шықты. Енді ондай қатты ұқсамай кеткен сияқты, бірақ сонда да барады. В общем, осындай суретті саламыз және осынан қазір анимация жасайтын боламыз. Қандай анимация жасайды деп айтқан болсыздар? Анимацияның, достар, екі түрі болады. Біреу дейтін покадровый анимация, яғни сіздер каждый кадрын сурет салатын боласыздар. Және де екінші анимация бұл дейтін жай ғана екі кадр салып, сол арқылы анимация жасау. Мен сіздерге сол екінші методты көрсететін боламын. Сол аз уақыт алады, бірақ
анимация шыққандай болады негізінде. Мен неге жалпы өзім покадровый анимацияны өте құрметтеймін, даже арасында өзімді анимацияларымды қосамын, бірақ постоянно покадровый анимациямен жасау мүмкін емес, өйткені оған өтеген көптеген уақыттар керек, ал мен каналымда анимацияны аптасына бір рет болса шығарып тұруым керек. Сол үшін мен покадровый анимациямен көп айналыспаймын, достар. Мен көбінесе мен сіздерге көрсетемін, мен қалай жасайтын анимацияны. Негізінде мен жасайтыным кішкене халтура деп те айтуға болады. Негізінде персонажымызды, кейіпкерімізді бояу үшін біз дейтін осындай заливка дейтін инструмент қолданамыз да, және үстіне өйстіп басып жібереміз, болды. Енді достар, бізге таймлайнмен жұмыс жасау керек болады. Міне астындағы таймлайн. Таймлайнды жасау үшін достар біз F6-ны басамыз. F7-ді басуға болады. F7 дейтін ол көбінесе покадровый кадрларға қолданасыздар. Давайте F6-ны, так, мысалы, мына 10-ды басамын да, F6-ны басамын. Так, міне бізде 10 кадр бойы осындай картинка жүреді. Енді келесі кадрды басқаша сурет болу үшін біз F7-ні басамыз. Міне F7-ні бастым, біздің кейіпкер жоғалып кетті толығымен. Енді оны қайтадан көру үшін біз дейтін мынандай кнопканы басамыз. Так, многослойная структура дейтінді, соны басқан кезде сіз дейтін кейінгі кадрды көре аласыздар. Бірақ сол кейінгі міне кадр шықты. Сол кадрға қарап жаңа кадр салуға болады. Мысалы қараңыздар. Так, как түсіндіремін сіздерге. Мысалы қайтадан саламыз осы кадрды. Енді бірақ так, қайтадан көзін бәрін қайтадан саламыз. Так, давайте дәл солай қылдырып салу керек, чтобы андай болмау үшін бәрін дәл сондай қылдырып салуға тырысамыз. Так, достар, міне біз дейтін слойдың үстіне тағы да бір сурет салдық, енді бетеміз. Міне, енді бізде мындай кадр шықты, қараңыздар. Міне, бұндай олдты, но покадровый анимация деп аталмайды, бұл тек қана 2 кадр. Бірақ біз оны анимация сияқты жасайтын боламыз, бетеміз. 20-ші кадрға дейін біз F6-ны басамыз, содан кейін біз не істейміз, магия жасаймыз. Енді достар бетеміз, мышканың оң жағын басамыз да, создать классическую анимацию движения дейтінді басамыз. Міне көріп тұрсыздар, мына жерде кадр өзгерді. Так, дәл ортасынан қайтадан F6-ны басамыз. Так, мынандай раздел таңдаймыз. Инструмент свободное преобразование. Сосын бетеміз. Так. Енді ол қолын жоғарға көтерді ғой. Енді ол кішкене оны жоғарға бетеміз. Қазір қараңыздар. Так. Опа, иту жоғарға созамыз біздің кейіпкерді. Так, құттай жоғарға көтереміз. Все, болды, жарайды. Енді қараңыздар. Так, қараңыздар, қара магияны қараңыздар. Көріп тұрсыздар ғой достар, міне анимациямыз шықты, қол көтергендей болды ол. Кішкентай андай анимация бар да, андай біздің персонажымыздың құтты бүйтіп майысқаны. Міне достар, осылай мен анимация жасаймын. Барлық жерде мен мынандайларды қолданбаймын. Кейбір жерлерде мен кәдімгідей покадровый анимация жасаймын, керек кезде. Так, жақсы, енді анимациямыз бітті. Енді оны қалай біз сохранять етеміз, қалай оны біз видео қылдырамыз деп жатқан шығарсыздар. Оны бүйтеміз, файлды басамыз, экспорт дейтінді басамыз. Экспорт видео. Және экспорт басамыз, болды. Және достар, сіздерге тағы да бір программа керек болады, Adobe Media Encoder 2019 дейтін. Бұл программа сіздердің бана анимациямызға рендер жасайды. В общем, бұл жерде запустить очередьті басамыз. Мына жерде біздің рендеріміз жүріп жатыр, и біздің анимациямыз қараңыздар, енді экранда тұр. Ал енді көрейік анимациямызды. Так. Міне. Көріңіздер достар, осындай шағын анимация шықты. Енді ағырай достар, біз дейді монтаж жасауымыз керек. Біз өзіміздің анимациямыздың ол үшін бізге әрине Vegas Pro керек. Vegas Pro'ны ашамыз, және сонда өзіміздің анимациямызды лақтырып, ішіне неше түрлі музыкалар қосып, ішіне неше түрлі озвучкаларымызды жасап, соңында керемет ролик жасайтын боламыз. Так, міне достар, біздің Vegas Pro'мыз ашылды. Банаға видеомызды аламыз да. Vegas Pro'ға просто лақтырып жібереміз осылай. Yes тосамыз. Так, біз қайда біздің видеомыз? Міне достар, біздің анимациямыз Vegas Pro'да ашылды. Так, бейсіп жақындатамыз да. Так, switchesқа кіресіздерді достар, resample'ды алып тастайсыздар, кадрлы қумау үшін. Міне, болды. Біздің анимациямыз енді Vegas Pro'да тұр. Енді өздеріңіз білесіздер достар, мына жерге озвучканы қосасыздар ма, астына неше түрлі музыкалар қосасыздар ма, үстіне эффекттер қосасыздар ма, енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Меніңше достар, Vegas Pro'ны көпшілігі біледі, оны үйретіп керек емес шығар. Давайте мынаған бір озвучка жасауға болады. Енді білмеймін қандай озвучка. Мысалы,
Давайте озвучка жасап көрейік осы біз қолымыз көтерген персонажына. Давайте. Озвучка жасау үшін достар, мен осындай бір микрофон қолданамын. Я, бұл ондай микрофон. Я, менде ондай керемет микрофон жоқ, енді кешіріңіздер. Бірақ болашақта достар, мен жақсы микрофон алуға тырысамын. Я. Менің негізінде өзім микрофон болған, Samsung дейтін осындай ма. Бірақ ол сынып қалды достар. Сол себепті әзірше осындай петличкамен дауысты жаза тұрамын. Я білем, дауысы кішкене онша емес, бірақ барады деп ойлаймын. Бәріне сәлем. Так, S басамыз, кесіп тастаймыз. S басамыз, кесіп тастаймыз. Бәріне сәлем. Міне достар, көріп тұрсыздар, қиын емес. Бәрі өте оп-оңай. Нұрлан, рахмет мына видеоны. Бірақ менде компьютерде жоқ, графический планшетте жоқ, ноутбуктар жоқ, ештеңе жоқ. Бірақ мен мультик жасағым келеді, анимация жасағым келеді дегендерге менде достар сіздерге де жақсы жаңалық бар. Достар, егер сіздерде хотя бы телефон болса, сіздер уже анимация жасай аласыздар. Қазіргі телефондарға неше түрлі қызықты приложениялар шығып жатыр. Олар мысалы Flippa King, Medibang. Міне осы приложениялар арқылы сіздер және тағы басқа көп андай приложениялар. В общем, сол приложениялардың бәрімен де анимация жасауға болады. Егер де сіздерге қызықты болса, сіздер таба аласыздар. Және де менің достарым, мысалы Nuranet, Rain, Lane, көпшілік менің достарым, аниматорлар көпшілігі телефонмен жасайды анимациялар. Және олардың анимациялары мен жаман деп айта алмаймын. Олардың анимациясы менікіне ұқсайды. Менікімен даже бірдей деп айтуға болады, немесе даже біреулердікі менікінен де жақсы. В общем, сол үшін достар, егер де сіздерде идея болса, шабыт болса, анимация жасау бәріңізге де мүмкін. Ал достар, осымен аяқтайын бұл видеоны. Я достар, бұл видеомыз кішкене бір түрлі болды. Осы каналда біз осыған дейін тек қана мультик жасаған болатынбыз, анимация. Енді сіздерге осы видеода просто көрсеткім келді, қалай жасалады бұл мультфильмдердің бәрін. Енді сіздерде ешқашан ондай сұрақ болмайды деп ойлаймын. Енді комментарий жазбай қойыңыздар. Енді кім біреу комментарий жазса, қалай жасалады деп осы видеоны жіберіңіздер менің. Достар, мен сіздерге барынша түсінікті етіп айтуға тырыстым бұл видеоны. Көп созбай, қызықты қылдырып айтуға тырыстым. Сол үшін сіздер бұл видеоға оценка береді деген ойдамын. Лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Достар, я білем, қазір Қазақстанда, қазақ ютубында анимация дейтін өте аз. Анимация дейтін вообще жоқ деп айтуға болады қазақ ютубында. Сол үшін егер сіздер біздерді қолдағылар келсе, бұл видеомен бөліссеңіздер. Тек бұл видеомен емес, мен алдыңғы видеолар, мысалы мен белгісіз дейтін мультсериалмен бөліссеңіздер болады. В общем, достар, қазақ аниматорларға сіздердің қолдауларыңыз қатты керек. Өйткені біз бір анимацияны шығару үшін бірнеше күндер, бірнеше апталар кетіреміз. Ал біреулер сразу алады да, бір GTA 5 сүре салады да, бір 200 мың, 300 мың просмотр жинап алады. Ал біздер бір апта ойы мульт жасаймыз, и соңында тек қана бір 5 мың, 6 мың просмотр жинаймыз. Я, қазір енді кішкене көтерілді мен просмотрларым, сіздерге өте қатты рахмет. Алдағы уақытта енді тек қана өсеміз деген ойдамын. Және тек қана мен емес, тек қана бүкіл аниматорларды қолдаңыздар. Бүкіл біздің ұйым, кескін ұйымы дейтін бар, сонда неше түрлі аниматорлар бар. В общем, бәрінде қолдаңыздар, сілтемелерін описаниеда қалдырамын. В общем, достар, біздер уже 8000 тіркелуші болдық, барлығыңызға да рахмет. Давайте, достар, тез тіркеліп 10.000 тіркелуші қылдырайық. 10.000 тіркелуші болғанда менде, достар, сіздерге өте қызықты бір видео бар. В общем, сіздерге реально қызық болу керек. Ал тез 10.000 жинап тастайық, мен тез сол видеомен айналысқым келіп тұр. Ал видео дегенде ол тоже мультфильм болады. Мультфильм дегенде көресіздер, короче, айтпақ қойын, пока что. В общем, достар, келесі кездескенше, және де инстаграмға тіркеліңіздер, ссылкасы бәрі описаниеда. Ал, давайте.